Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 18-ші сабақ жуан және жіңішке жұп дауыстылармен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді тыңда, жаттап ал. Ел таңбасы елімнің. Ел таңбасы елімнің, неткен айбат әдемі, тұнығындай көңілдің, ортада аспан әлемі. Құт береке шаңырақ, орын алған ол төрден, қанатты қос арғымақ, екі жақтан көмкерген. Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Балалар, төменге қарайықшы. Сандықшыда не көріп тұрмыз? Қандай сөз көріп тұрмыз? Айбат сөзін, яғни айбат сөзі әдемі, әсем, сұлулықтың белгісін айтып тұр екен. Енді сұрақтарға жауап берейікші. Өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, елтаңба туралы. Ақын елтаңбаны қалай суреттеген? Ортасындағы түс аспанның түсін білдіріп тұрғанын, шаңырақтың төрден орын алғанын, екі жағында қос арғымақ тұрғанын бейнеленгенін айтыпты. Екінші жаттығу: көркем жаз. Ту елтаңба, гимн елдігімнің белгісі. Ту елтаңба әнұран біздің елдігіміздің, бейбітшілігіміздің, тәуелсіздігіміздің белгісі екен балалар. Үшінші жаттығу: сөздерді жұптап оқы. Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Балалар, құс сөзіндегі о дыбысы қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, жуан дауысты дыбыс. Күз сөзідегі ү дыбысы ол жіңішке дауысты дыбыс. Құс сөзі бізде жуан айтылып тұрса, күз сөзі жіңішке айтылып тұр екен. Осы жердегі сөздердің жұптарын тауып, стрелкамен белгілейміз. Тұр сөзіне түр, сүр сөзіне сұр, он сөзіне өн, үш сөзіне ұш деген сөздер сәйкес келеді екен. Төртінші жаттығу: жатқа жаз. ұн, үн, қапта ұн, құста үн. Бұл жерде ұн сөзі дұрыс айтасыңдар, жуан айтылып тұр, ал үн сөзі жіңішке айтылып тұр. Келесі сабақта кездескенше, менің каналым ұнап жатса, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыз.